Армысыздар. Мен Жемежан Ақгүл Медетқызы, Семей қаласы экономикалық лицейдің оқушысымын. Құрметті халқым, мен бүгін сіздердің алдарыңызда жаңа бір арман мен үмітті бөлісу үшін тұрмын. Егер мен президент болсам, еліміздің жарқын болашағы үшін батыл қадамдарға барар едім. Баршаңызды толғандырып жүрген мәселелерді шешіп, әрбір азаматтың игілігіне қызмет етуді басты мақсатым деп санар едім. Ең алдымен әділетті қоғам құруды басты мақсат етер едім. Барлық азаматтарға тең мүмкіндік беріліп, жемқорлықпен аяусыз күрес жүргізер едім. Халықтың әр тиыны халықтың игілігіне жұмсалу керек деп ойлаймын. Және де ауыл және қала арасындағы алшақтықты азайту үшін еңбек етемін. Білім және медицина саласына басымдық беремін. Білім елдің болашағы. Егер мен президент болсам, білім саласына ерекше көңіл бөлер едім. Әр бала сапалы білім алу үшін мектептерде заманауи жағдай жасалып, ұстаздардың мәртебесін көтерер едім. Себебі тек білімді ұрпақ қана ұлттың жарқын болашағын қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар экология мәселесін басты назарда ұстар едім. Табиғат бізге берген аманат. Суымызды таза, жерімізді құнарлы, ауамызды таза күйінде сақтау үшін нақты шаралар қабылдаймын. Жасыл энергияға көшу арқылы экологиялық тепе-теңдікті сақтап, келешек ұрпаққа таза табиғатты қалдыру менің басты ұстанымдарымның бірі болар еді. Маған артылған сенім бұл жауапкершілік. Сондықтан мен елімізді жаңа белестерге көтеру үшін, адалдық пен еңбекке негізделген қоғам қалыптастыру үшін бар күшімді жұмсаймын. Менің арманым әрбір қазақстандық өз елімен мақтанатындай мемлекет құру. Біз біргеміз, біз мықтымыз. Назарларыңызға рахмет.